Мен екінші азында оқырса Тоқашым районынан мен Ақман Қасқа деген кітабынан Үйшік деген ертегіні оқып беремін. Ал сіздер тыңдаңыздар. Ертеде ешкі жүні бөртеде, бір күні егістіктің шетінде бір әдемі үйшік тұрады. Сол маңнан өтіп бара жатқан қазір тышқан оны көріп мәссаған, мынау қандай керемет үй деп айтады. Сосын мен осы үйме сөйлесеңші, мен осы үйді аламын. Ішке кірсе ешкім үндемейді, ешкім жоқ екен. Сосын ол сояға көшіп келеді екен, жайлы қоныс екен. Сосын ол қысқа азық жинай бастайды. Сосын ол жаққа бақа-бақылдақ келеді. Ол да таңғалады. Сосын мынау кімнің үйі, қандай жанның мекені деп сұрайды. Сосын оны көріп қалған тышқан, сен кімсің дейді, мен бақа-бақылдақпын. Ал сен кімсің дейді, мен қазір тышқанмын дейді. Семен тұрсам бола ма дейді. Сосын я, тұра ғой, тұрсам тұр дейді. Сосын екеуі тату-тату өмір сүреді. Кешке тоқа жеп, шай ішуді, ән салуды әдетке айналдырады. Сосын тағы да оған қоян келеді. Сосын оны көріп қалған қазір тышқан мен бақа-бақылдақ, сен кімсің дейді. Мен қашаған қоянмын, ал сендер кімсің дейді. Мен қазір тышқанмын, ал мен бақа-бақылдақпын дейді. Кел, бізбен бірге тұра ғой. Жарайды, тұрсам тұрайын дейді. Сосын үшеуі тұрады. Олар кешке тоқа ішіп, ән салып отқан кезде түлкі келеді. Түлкі айтады, мәссаған, мынау қандай керемет үй, мынау кімнің үйі, қандай жанның мекені деп сұрайды. Сосын сендер кімсің дейді, мен қазір тышқанмын, мен бақа-бақылдақпын, мен қашаған қоянмын дейді. Сосын ал сен кімсің дейді, мен түлкі бикешпін дейді. Сосын төртеуі бірге тұрады. Олар да тоқа ішіп, шай ішіп отқан кезде қасқыр келеді. Мәссаған деп ол да таңғалады. Мынау кімнің үйі, қандай жанның мекені деп сұрайды. Сосын сендер кімсің дейді, мен қазір тышқан, мен бақа-бақылдақпын, мен қашан қоян, мен түлкі бикешпін дейді. Ал сен кімсің дейді, мен қасқыр көксерекпін дейді. Сосын кел, бізбен бірге тұра ғой дейді. Сосын бесеуі бірге тұрады. Алтауы бірге тұрады. Бір күні дәу семіз қонжық келеді. Сосын ол да таңғалып, мынау кімнің үйі, қандай жанның мекені деп сұрайды. Сосын ол да үйшікке кірмек болған кезде астындағы адам, ол үйшікті құлап жібереді. Астындағы адамдар әрең дегенде үлгеріп шығады. Сосын айтады, мен қазір тышқан, бақа-бақылдақ, қашаған қоян, түлкі бикеш, қасқыр айтады. Бұдан да қонжық сиятын да әдемі үй саламыз дейді. Сосын дәу үй салады, қонжық та сиятын. Менің ертегім бітті.